Бұл сіздерде неше айлықтар? Бұлар бір жасқа жеткен 12 ай, 13 ай и 10 айлықтар бұл. 10 айдан жоғары 13 айдан дейінгілер. Иә, сондай. Құмдар жаңағылар, жаңағылар қыздар. Иә, бағанағы Гадыспе, Голштесі, мынауымыз гибрид. гибрид мынау. Иә. $1,800 olmaz mı o kadar? Жешелер жоқ. Әлі жоқ. Ет болады аласың. Жалпы қалай бұлардың? Өсімталдылығы? Өсімталдылығы жақсы, өздеріңіз көріп тұрғандай, өздеріңіз бір баға берсеңіздер. Мына керемет өсімділігі. Мыналар міне Мынау неше айлық? 13 ай болды. 13 айлықтар, иә? Қанша салмақта ұрықтандырасыз? 400-ге жеткізіп, 400 жетіп өте стандартты соны ұстану керек. Жалпы вакцинация қалай болып жүрді? вакцинацияны соны бір түсіндірсеңіз бізге. Бұзауды кезінен бастап түсіндірейін, бұзаудан бастап салынатын вакцина. Жалпы қазіргі жоспарыңыз ғана бар. Бұзаудан бастай берсеңіз, анау басқаларға да сабақ болып қалсын деп. Негізі бұзауды өсіруді сиырдың ішінде жатқаннан бастаймыз. Қалай бұзауды келешек біз алған төлді қалай жақсы сиыр қыламыз. Сиырды дайындаймыз. Туылған бұзауға иммунитет беруді сиырдан бастаймыз. Сиырға 8 айлық буаз кезінде сүттен шығарған кезімізде, 7 айда шығарамыз, 8 айлық кезінде келесі бұзауға берілетін иммунитеттердің ек қарсы вакцинаны саламыз, сиырға енгіземіз. Сиыр вакцина салғаннан кейін максимальный түрде уыздың құрамында, молозиваның құрамында антитела жинайды. Ол бізге бұзау туылған кезде бұзауға керекті негізгі қорғаныш заты, былай айтқан кезде. Соны енгізгеннен кейін сиырға, оның екі түрі бар бізде, зоотикке бар және әлембеттікке бар, екі вакцина. Ротавирус, коронавирусқа арналған вакциналар. Бұзау туыла салғаннан кейін біз көбінесе негізі состав тулатромицин саламыз, подкожно жаңағы бактериялар өкпенің қабынуына қарсы қорғаныш және интерназальный өкпе тыныс жолдарының қабынуына қарсы вакцинаны бұрыннан береміз. Оны бергеннен кейін біз уже ары қарай вакцинаны бастаймыз. 14-15 күннен кейін ары қарай екінші вакцинаны саламыз. Пастеролезіміз бар, вирусқа қарсы вакцинамыз бар. Содан кейін 3 ай болғанда қарасанның вакцинасын саламыз, яшүріміз бар, қотырға қарсы салатынымыз бар. Соның бәрін салып, тізіммен протокол жасап, список беру мүмкін. Қадымы жерде бір компанияны мақтағандай болмай, мына дәрі сататын компания или вакцина сататын компания. Жалпы әлемде мойындалған өзі. Бізде мойындалған, әлемде мойындалған вакцина сататын компаниялардың вакциналары біздің өзімізде қолданатынымыз. Бұзауды өсіруде сол вакцинаның рөлі ол ауруға төзімділікке қарсы иммунитет береді. Өйткені бұзау туылған кезде иммунитетсіз туылады, 0. Сіз жаңағы сиырға салған вакцина арқылы уызбен бұзауға иммунитет бердіңіз. Ол иммунитеттің күші 14 күнге жетеді. 1 айға дейін жетуі мүмкін 14 күннен. Солның аралықта біз өзінің иммунитет қалыптастырып үлгеруіміз керек. Сол үшін вакцинаны сразу туылғаннан бастап сала бастаймыз. Бұрынғы басқа ең маңыздысы сол өкпе тыныс жолдарының қабынуына қарсы вакциналар, вирусный вакциналар. Солардан бастаймыз. Содан кейін жаңағы поносқа, іш өтуіне қарсы жаңағы сиырға салған вакцинамыз оған қатты әсер етеді. Сосын жалпы өсіргенде туылғаннан 5 күннен кейін бұзауды клеткаға қойғаннан бастап оған біз грубый корма дейміз ғой, концентрат беріп үйретуіміз керек. Концентратты жеп үйренген бұзау ертерек асқазаны біріншіден ворсинкалар қалыптасады, асқазан толық қалыптасады. Бұзау туылғанда бұзауда 2 асқазан болады. Қалған 2 өседі одан кейін. Өсетін органына жатады олар. Ол екеуі өсуге қалыптасады. Біз 3 айға дейінгі уақытта біз соның қалған 2 асқазанын өсіріп қалыптастыруымыз керек. Оған жаңағы жем, шөпті алдына суын бәрін қойып, сүтпен бірге беріп отыруымыз керек. Сүттен шығаратын весіміз өзінің туылған весінен 2 есе салмақ жинаған кезде сүттен шығарамыз бұзауды. Ол 2 айда, 3 айда кетеді ол бұзауға. Ең дұрысы сол 3 айда кетеді. 3 айда біздің ворсинкамыз қалыптасса асқазан толық жемді жей алады, 1 килодан артық жемді, концентраты бар, жемі шөбі бар. Концентраттың өзін. Одан кейін сүттен шығарамыз, сүттен шығарғаннан кейін бұзау артқа кетпеу керек вестен, наоборот алға жинау керек. Bir günde senin en жақсы весің 901 килограмм болу керек. 900 грамм. Орташа есепте 900 грамм бес жинаса
бір жылда 300 килодан 330-340 килоға дейін бес жинайды. Сенің өзіңнің туылғандағы бесің бар 40 килограмм. Орташа есеппен 35-40 килограмм. Сонымен сенде бір жыл плюс бір ай тағы да қосасың 13 ай жаңағы жамбас сүйектің қалыптасуына. 13 айда сенің төлім ұрықтануға дайын. Иә, 13 айда ұрықтандырасыз. 2 жасында сиыр қалыптастырасыз, полноценный сиыр. 2 жаста туған сиыр сүті жоғары болады. 3 жаста туған сиырға қарағанда оның өмір сүргіштігі ұзақ болады. Ұрықтану 13 айда өте жоғары болады. Сол үшін 13 айлық құнажындарға ең дұрысы бір жынысты ұрық қолдануды однокөл ұрықтарды. Максималды түрде жақсы ұрықтанады, олардың фертильності жоғары болады, иммунитеті жоғары болады. Солай сиыр өсіресіз. Оның бәрін жеке-жеке айту үшін ұзақ уақыт керек. Енді тағы бір есеппен түсіндіріп берейін. бір сұрақ айтайын. Қазір енді бұларды гормон қолдар салып ұрықтаған дұрыс па, әлде өзінің табиғи күйімен ұрықтаған дұрыс па? Құнажындарды табиғи күймен ұрықтаған өте дұрыс. 90%-ға дейін сізге байқып береді. Өйткені бұлар әлі сиыр ұстап сүт беріп тұрған жоқ. Сүт берген кезде сүтпен бірге гормон кете бастайды. Сол үшін ол күйін көрсетпеуі мүмкін, немесе күйлемеуі қалуы мүмкін. Сол кезде біз сауын сиыр кезінде гормон қолданып схемаға қойып ұрықтандырамыз. Ал құнажын кезінде, челка кезінде олар өз табиғи ұрықтануға өзі келеді. Әр 21 күн сайын бұлардың циклдары келіп тұрады. Өздігімен ұрықтағаның сіздің пайызды жоғары береді мүлдем. Сол үшін челкаларға рекомендуем только естественная охота. Сиырларға 60 күнге дейін келіп жатса, өзінің охотасы, келмесе насильно синхронизация қолдану арқылы, гормональный препарат қолдану арқылы ұрықтандырылды. Тағы бір сұрақ, қараңыз, енді мынау қотыр шығып тұр басына. Қотыр мінекей. Иә. Соған қазір уже мен вакцина салғаным дұрыс иә уже. Вакцина қазір саласыз. Бұған ұрықтанудың алдында салатын вакциналары да бар. Соны салып барып вирусқа қарсы препарат вакцина саласыз обязательно. Именно қотырдың вакцинасын саласыз. Солар толық жеңіс болғаннан кейін, 10 айға дейін дайындап болғаннан кейін ұрықтандырсаңыз, сиырдың ұрықтануы құнажынның, содан кейін көлдің 3 айға дейінгі эмбрионологический смерть деген бар. Соны сіз алдын аласыз. Егер сол вирусқа қарсы салсаңыз, вирустың есебінен көбінесе өліп кетеді. Бұл ротавирустардың основной кездесетін. Іште бұзау 3 айға дейінгі уақытта өліп кетеді. Сол үшін 3 айдан кейін ректалка жасайтып береді. Болмаса, сүттен шығаратын кезде обязательно ректалка етіп шығарады сиырды. Кейбір сиырларды сен УЗИ-дан көресің буаз, сүттен шығарсаң қысыр. Потому что наступил 3 айдың кезінде, болмаса 3 айдан асқан уақытта эмбрионологический смерть болып кетті да бізде. Ол вирустардың кесірінен есебінен. Сол үшін вакцинаны толық салып алыңыз қазір, содан кейін ұрықтандырыңыз. Сізде акватор еместің проценті 15%-ға қосылады. Түсінікті болды бәрі, рахмет.